Құрметті оқушылар, біз 7-ші сыныпқа арналған 90-дық жиынтық бағалауды орындайтын боламыз. Бірінші тапсырма, берілген жазайық. Бір мүшенің коэффициенті мен дәрежесін анықтаңыз. Мына берілген өрнекті былай жазуға болады. Яғни санды, яғни бөлшек түрінде алдына шығарып жіберіп, x-ның 7 дәрежесі көбейтілген y деп жазуға болады. Енді осы өрнекте кез келген санның бір дәрежесі өзіне тең. Бір деп жазуға болады. Коэффициент. Бізде коэффициент бір мүшенің алдында тұрған бөлшек түрінде болуы мүмкін, немесе бүтін сан түрінде болуы мүмкін. Осы санды жазатынбыз. Енді дәреже. Дәреже ол айнымалылардың шекесіне тұрған сандарды қосамыз. Енді бізде қай жауапқа сәйкес келіп тұр? В жауабына сәйкес келіп тұр. Екінші есеп. Үш қабырғасы үш түрлі үшбұрыштың суретін салайын. Мәндерін жазайық. Периметр тап дейді. Шешімі. Барлық қабырғалардың қосындысы. Қабырғалардың ұзындықтарының қосындысы. Бірдейлерді жинақтаймыз. Қалып қалған мүшені жаза саламыз. Соңына. Енді қосатын болсақ, бізде 2-ге 3-ті қоссақ 5, 5-ге 2-ні қоссақ 7. X, Y-тің 3 дәрежесі жаза саламыз. 6x-қа 2x-ті қоссақ, бізде 8x болады. Қалып қалған бізде 4-те 4 y-ті жаза саламыз қалған. Келесі, үшінші есеп. Теңдеуді шеш. Ақшаны сыртына шығарып жібереміз. Ақшаның ішінде x қалды. И плюс 5 қалды. Жеке-жеке нөлге теңестіруге болады. Айнымасы барын бір жағына, айнымалы жоқ бір жаққа шығарамыз. Таңба екінші жаққа шыққан кезде қарама қарсы таңбаға өтеді. 7,5-ті 3-ке бөлеміз. 2,5. 5 екінші бетке шыққанда таңба өзгереді. Түсінікті деп ойлаймын. Келесі тапсырма. 4-ші. Бізде 2 көпмүше берілген, соның көбейтіндісін түрінде жазыңдар дейді. Былай көбейтеміз. Одан кейін А-ны көбейтеміз үшеуіне, одан кейін -1-ді үшеуіне көбейтеміз. Сол кезде бізде не шығады? Жазайық. Қарама қарсы таңбамен тұрғандарды қысқартып жібереміз. Міне қалды, жазамыз. Минус А-ның 3 дәрежесі екеуі қарама қарсы таңбамен тұр, екеуі қосылып кетеді. Барлығы түсінікті деп ойлаймын. Келесі 5-ші тапсырма. Өрнектің мәнін тап дейді. Бірінші берілген жазып алайық. Енді жақшаның ішіндегі және сыртындағы бізде формула бар. Яғни бөлшек амалын қойпай, ортасы өткен екі жақшаның ортасында бөлу амалы тұр. 4 пен 2-ні көбейтеміз 8, 5 пен 2-ні көбейтеміз 10. 2 мен 2-ні көбейтеміз 4, 3 пен 2-ні көбейтеміз 6.
Бізде мынандай формула бар. Осы формула бойынша дәрежелер алынады. X-тің негіздері бірдейлер, дәрежелер алынады. X-тің 4 дәрежесі, Y-тің 4 дәрежесі. 10-нан 6-ны аламыз, 8-ден 4-ті аламыз. 4-те 4 болды. Енді бізге айтып тұр. -1, X-іміз, Y-іміз 3 болғандағы мәнін тап дейді. Ал есептейік. -1-дің 4 дәрежесі көбейтілген 3-тің 4 дәрежесі. -1-дің 4 дәрежесі ол бізде 1-ді береді. 3-тің 4 дәрежесі 81-ді береді. 81-ді 1-ге көбейтеміз, 81 болады. Түсінікті деп ойлаймын. Келесі 6-шы тапсырма. Жарық жылдамдығы V тең 3 көбейтілген 10-ның 8 дәрежесі метр бөлінген секунд. Ара қашықтық беріліпті. 1,8 көбейтілген 10-ның 11 дәрежесі метр. Бізде уақытты сұрайды. Қанша уақыт жүріп өтті? Шешуі S тең V көбейтілген T. Бізге T-ны табу керек. S-ті V-ға бөлеміз. T тең 1,8 10-ның 11 дәрежесі метр. 3 көбейтілген 10-ның 8 дәрежесі метр бөлінген секунд. 10-ның 11 дәрежесіне 1 дәрежені 1,8-ге көбейтетін болса 18 болады. 11 болып тұр еді, енді 10 дәрежеге бір санға келмейді. 18-ді 3-ке бөлеміз, 6 дәрежелері алынады. А-ның М дәрежесі, А-ның М дәрежесі болатын болса алынады. Яғни 10-нан 8 аламыз, 2 болады. 10-ның 2 дәрежесі 100-ді береді, 100-ді 6-ға өтеміз, 600 болады. Жауабы 600 секунд. Барлығы түсінікті деп ойлаймыз. Қоңырау шағына басып, подписаться кнопкасын басып қойыңыздар. Келесі видеомызды көре алатын боласыздар. Комментарияға өз пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Және біздің ақылы курстарымыз бар, хабарласып оқуларыңызға болады.